Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте ерекше дәмді етті пирогтың рецептімен бөлісемін. Мұның құрамында картоп, пияз да бар. Дәмі деген өте керемет шығады, тойымды болады. Видеоны соңына дейін көреміз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ең алдымен қамырынан бастаймыз. Електен өткізілген ұнымызды ыдысымызға салып, одан кейін сары майды саламыз. Ұнға аунатып, теркадан өткіземіз. Сары майымыз салқын болу керек. Одан кейін тұз және нан содасын саламыз. Одан кейін бір жұмыртқаны жарып саламыз. Енді қаймақ саламыз. Осы құрамына қажет мөлшерін описаниеда қалдыратын боламын. Енді жұмсақ қамыр илейміз. Міне қамырымыз дайын, бетін жауып тындырып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға фарш саламыз. Яғни тартылған ет, менде сиырдың еті, кез келген фарш бола береді. Тауықтың төс етіне жасасаңыз да болады, өз қалауларыңыз. Оған пияз турап және картопты турап салып, дәміне қарай тұз, бұрыш салып араластырамыз. Салмасын дайындап қоямыз. Енді қамырымызды алып, екіге бөліп аламыз. Бәліштің астыңғы және үстіңгі бөлігі болады. Екі бөлікке бөлген соң осылай иін қандырып жаямыз. Мендегі форманың диаметрі 26 см болды. Міне табан формамызға салып, бортиктарын үстін жан-жағын көтеріп, осылай қолымызбен жайып шығамыз. Енді салмасын салып, жан-жағына жеткізіп жайып шығамыз. Екінші қамырында жайып қоямыз. Бетін жауып, жан-жағына жеткізіп жайып қоямыз. Пирогтың ішіне ауа барып толық пісу үшін дәл ортасынан тесіп қоямыз қолымызбен. Одан кейін бір жұмыртқаны араластырып, бетіне жағып шығамыз. Және бетіне әсемдеп күнжіт сеуіп шықтым. Сеппесеңіз де болады. 180 градуста шамамен 1 сағаттай пісіреміз. Мінекей біздің пирог осылай дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Өте дәмді, тойымды пирог. Менің жолдасыма, барлығына қатты ұнады. Сіздермен болған жансая, каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Каналыма өтсеңіз, түрлі рецептерді көре аласыздар. Қазақша каналдың дамуына үлесіңізді қосып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Назарыңызға рахмет.